Сәлем достар, баршаларыңызға. Сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі Гүлханым рецептісін ұсынамын. Бұл Гүлханым рецептісін үйде қонақтар келген кезде кешкі асқа, түскі асқа жасасаңыздар, барлық адамдарға ұнайтын болады. Дәл осы рецепті бірге жасайық. Ең алдымен бізге керекті ингредиент ол бір жұмыртқа. Жұмыртқаның үстіне салқын суды құятын боламыз және сұйық майымызды қосамыз. Барлық қосылатын ингредиенттерді описание бөліміне қалдырып кеттім. Енді бір шай қасық тұз қосатын боламыз және барлығын жақсылап араластырамыз тұз ерігенше. Енді бөлек шұңғыл ыдысқа біз ұнымызды сеткадан алдын ала өткізіп алатын боламыз. Ұн шамамен 550-500 граммдай қажет болады. Енді біз алдын ала дайындап алған сұйықтығымызды ұнға қосып, қамыр илейтін боламыз. Алдымен шаңышқының көмегімен араластырып алатын боламын. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз бізде жұмсақ болып шығады. Енді целлофанға салып, 20 минутқа бөлек жерге қойып қоямыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін қамырымызды целлофаннан аламыз. Және алған қамырымызды екіге ортасынан бөліп, тағы да домалақтайтын боламыз. Енді қамырымызды қайтадан целлофанға салып қоямыз 20 минутқа. 20 минуттан кейін қамырымызды жая берсек болады. Енді салмасын жасайтын боламыз. Салмасын жасау үшін бізге тартылған ет қажет болады, пияз қажет болады. Пиязды осылай мен майда формада турайтын боламын, кішкентай формада, яғни біздің мантыларымызда көрінбес үшін. Туралған пиязымызды да шұңғыл табақтың ішіне салатын боламыз. Енді бізге құйрық май қажет болады. Бұл құйрық май біздің Гүлханымға өте ерекше дәм беретін болады, өте дәмді болып шығатын болады. Бұны да біз алдын ала осындай кубик формада, кішкентай формада турап алатын боламыз. Мен жусан қосатын боламын. Жусанды негізі қоспауларыңызға да болады. Мен салмамны екіге бөліп, бір формасына жусан қосатын боламын. Дәміне қарай тұз қосамыз, бұрыш қосамыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Жусанды қосатын боламын. Салмамызды екіге бөлетін боламын. Яғни салманың барлығына қоспаймын жусанды, жарты бөлігіне ғана қосамын. Жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Негізі салмасына әдетте асқабақта да қосуға болады, өте дәмді болады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз домалақ біркелкі болып жайылу үшін алдымен бастапқы формасын домалақ формада жасап алғандарыңыз дұрыс болады. Оның үстіне ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен нанымызды, қамырымызды яғни жайып шығуларымыз керек. Одан кейін оқтаудың көмегімен үлкен қамыр жаятын боламыз. Қамырды жайған кезде әрдайым
айналдырып отырып жаюларыңыз керек. Сол кезде қамырларыңыздың формасы домалақ формада болады, дәл осы видеода көрсетілгендей. Егер қамырдың ортасы жұқа болып қалған жағдайда, оны осы видеода көрсетілгендей екіге қайырып, тағы да оқтаумен жаятын боламыз. Сонда шеткі бөліктері де жұқарады. Біздің қамырымыз дайын, жұқалығы дәл осындай болады. Енді осыны біз қазір кесіп алатын боламыз. Қамырды кескен кезде қатты жалпақ қылып кеспеңіздер, яғни жіңішке формада кескендеріңіз дұрыс болады. Өйткені Гүлханым дайын болған кезде оны ыдыстан алып, яғни жеген кезде де өте ыңғайлы болады. Осы кезде алдын ала мантаваркаларыңыздың соңғы бөлігіне су құйып, қыздырып қойсаңыздар болады. Яғни бізде Гүлханым тез жасалады формасы. Мантаварканың бір жапырағына біздің сұйық майымызды жағып шығатын боламыз, асты жабыспас үшін. Және біздің жасап алған, яғни розочкаларды салып шығамыз, және шеткі бөліктеріне де сұйық майды жағып шығатын боламыз кисточканың көмегімен. Енді біз мұны 45 минуттай пісіретін боламыз. Қырық 45 минут уақыт өтті. Біздің Гүлханымдарымыз дайын болды, розочкаларымыз. Яғни қасына сметана, кетчуп немесе осындай кобра берсеңіздер болады. Өте жақсы үйлеседі. Достар, сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, әдеттегідей. Егер жаңа видеоларды үзбей көрем десеңіз, онда подписация нүктесін басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде мен жаңа шыққан видеолардың барлығы сізге бірінші болып SMS түрінде келетін болады. Сіздермен болған Арайлым.